Бұл 2000 жыл жасаған алып мақұлық. Ол бұл үңгірде 500 жыл бойы қамауда отыр. Үңгірдің кіреберісі тым биік болғақтықтан мақұлық сыртқа шыға алмайды. Сондықтан адамдар күн сайын оған тас лақтырып мазасын алатын. Адамдардың бұл қатыгездігіне мақұлықтың ызасы келгенімен қолынан келер дәрмені болмады. Ол тек адамдар лақтаған тастардан қорғану үшін үңгірдің түкпіріне тығылатын. Бірақ сонда да адамдар тоқтаған жоқ. Бір күні мақұлық үңгірде тынығып жатқанда кенеттен үлкен тастың соққысынан оянып кетті. Ол тырнақтарын ішке жинап, тасты ашумен итеріп жіберді. Сол сәтте мақұлықтың ойына бір идея келді. Ол алдындағы тасқа қарады. Содан кейін жоғарыдағы тесікке көз тастады. Оған үңгірден шығудың жолы табылғандай көрінді. Көп ұзамай мақұлық үңгірдің ортасына шықты. Жоғарыдағы адамдар оны көріп, есі ауысқандай тас жаудыра бастады. Бірақ бұл жолы мақұлық қашқан жоқ. Тіпті тығылмады да. Ол жай ғана бір орында тұрып, адамдардың өзіне тас лақтыруына мүмкіндік берді. Түн батқанда адамдар кеткен соң, мақұлық өзінің қашу жоспарын іске асыруға кірісті. Ол жердегі тастарды жинап, бірінің үстіне бірін қалай бастады. 5 сағаттық ауыр жұмыстан кейін мақұлық тастардан үлкен тау тұрғызды. Адамдардың қатыгездігінің арқасында